Баршаңызға сәлем. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге үй жағдайында дайындалатын өте дәмді коктейльдің рецептісін ұсынамын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, менімен бірге жасаңыздар. Бізге керек заттар: банан, құлпынай, балмұздақ және де сүт керек болады. Біз бүгін екі түрлі коктейль жасаймыз. Біреуіне бананмен, біреуін құлпынаймен жасаймыз. Ең алдымен осы бананның қабығын жақсылап ашып аламыз. Сонан соң осылай үлкендеу қылып турап шығамыз. Коктейльге негізінен қатты піскен бананды қолдансаңыздар тіптен жақсы, себебі ол тәттірек болып келеді. Ал енді осы туралған банандарымызды арнайы және езетін блендер ыдысына салып аламыз. Оның үстіне осы ванильді балмұздақтың жартысын қосамын, ал қалған жартысын келесі коктейльге алып қалдым. Келесі кезекте дәміне қарай 2 ас қасық қант қосамыз, немесе қант ұнтағын қоссаңыздар да болады. Қасықтың ұшындай ғана ванильді сахар қостым, ол да әдемі дәм беріп тұрады. Соңында осындай 250 мл, яғни бір стакандай салқын сүт қосасыздар. Енді барлығын осылай блендердің көмегімен жақсылап шайқап езіп аламыз. Міне біздің банан қосылған коктейліміз дайын болды. Енді келесі кезекте құлпынаймен жасалатын коктейль. Коктейльге керек заттардың барлығын төменде описание бөліміне жазып қоямын. Сол жерден көріп алсаңыздар болады. Ал енді келесі коктейльді жасауға көшеміз. Ол үшін мен осындай 2 дана құлпынайды алдым. Сіздер өз қалауларыңызша көбірек жемістен қоссаңыздар, коктейліміз одан сайын дәмді бола түседі. Мен бұл жерде небары 2 порцияға дайындап жатқандықтан мөлшерлеп аздау қылып алдым. Құлпынайдың үстіне өздеріңіз дәміне қарай қант қосасыздар. Мен бұл жерде 2-3 ас қасық қант ұнтағын қостым. Ванильный сахардан да сәл қостым. Сіздер қоспасаңыздар да болады, егер ұнатпайтын болсаңыздар. Және де бағана алып қалған балмұздақтың жартысын қосамыз. Ең соңынан салқын сүтімізді қосамыз. Енді барлығын осылай блендермен езіп аламыз. Негізінен коктейльдің бір қатып қалған бір рецептісі жоқ. Ол өз қалауыңызша әртүрлі эксперимент жасап, жемістердің орнына басқа жемістерді қосып, немесе түрлендіріп, 4-5 жемістерді қосып, араластырып жасасаңыздар да бола береді. Өз қалауларыңызша дәміне қарай балмұздақты көбірек қоссаңыздар, немесе какао қосып та жасауға болады. Міне біздің коктейльдеріміз дайын болды. Сіздер де өз жақындарыңызды қуантыңыздар. Әсіресе кішкентай балаларыңыз бұндай дәмді коктейльге қатты қуанатынына мен сенімдімін. Достар, егер видео ұнаған болса, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.